Заттар, зиянды нәрселер өлсін, шықсын бәрі. Осылай бұны кептіріп қою керек, әбден кепсін. Кепкеннен кейін бұдан қалай пайдалануға болады, неше түрлі әдістерді көрсететін болам. Асқабақтың дәнін өздеріңізде білетіндей, бұл өте пайдалы зат, өте пайдалы ағзамызға. Бұның ішінде неше түрлі күшті витаминдер бар. Әсіресе цинк, селен деген сияқты ер кісілерге өте пайдалы. Сосын кішкентай балаларға да мынау ішінде жаңағы неше түрлі паразиттер болса айдап шығады мынаның бәрі. Сөнекейін бұны жаңағы біздің ішек жолдарымызда, асқазанда неше түрлі жаңағы паразитарный құрттарды бұл бачыттан шығарады, короче. Сол үшін бұны үнемі пайдаланып жүру керек.